Девальвация деген халқымызға өте жаман әсер етеді деп ойлаймын. Себебі барлық тауарларымыз импорт қой. Сондықтан әрине бағалары өсіп кетеді. Ал біз қарапайым халық бәріміз импортерміз. Сондықтан ол бізге өте зиянды. Кімге тиімді осы девальвация? Митталға тиімді, Казахмысқа тиімді, Казхром, Казтың басқа шикізатымызды сатып жүретін өндіріске тиімді. Неге десеңіз, себебі олар шикізатымызды долларға сатып, теңгемен есептесек, олардың пайдалары 20% өсті. Ал олардың расходтары бәрі теңгеде, өйткені айлық теңгемен беріледі, салық теңгемен төлейді, электроқуат теңгемен сатып алады. Сондықтан олардың бизнесі осы күндері 20% өсті деп айтуға болады. Осындай девальвация дүние жүзінде аяғысынан болмайды. Мысалы 2013 жылы Австралияда және Японияда олардың валюталары девальвацияға түсті. Жапонның иенасы 18%-ға, Австралияның доллары 30%-ға өсті. Бірақ бір күнде әрине ол болған жоқ. Бірнеше айдың ішінде түсті. Және алдын ала Жапонияда билік ашық түрде халқына оны айқындатты. Осындай девальвация болады деп. Ресейге қарасақ, Ресейде осы 13 жылда девальвация 7 ғана пайыз болды. 7 ғана пайыз. Қазір қаңтар айында тағы девальвация болды. Оны қосып 11% болды девальвациясы. 11%. Ал бізде бірден 20%-ға девальвация 20%-ға барды. Кейбіреулер қазір үкімет айтады, ол біздің тауарларымызға бәсекелестікті күшейтеді. Жоқ, олай болмайды. Өйткені экспортты қарасақ, экспортымыз Ресейге тек қана 7%. Осы 7%-ның ішінде 75% шикізат, 51% мұнай, 26% металл. Оған теңгенің курсы қандай болады, маңызды емес. Сондықтан әрине қарапайым халыққа ол өте зиянды деп ойлаймын. Административтік іс-әрекетпен бағаларды ұстай алмайды, ешкім ұстай алмайды. Бензинге келсек, Павлодардағы заводымыз 100% Ресейдің мұнаймен өндіріп жатыр бензинді. Шымкенттің заводы 50% Ресейдің мұнаймен өндіріп жатыр. 92-ші бензинге қарасақ, 40% ол Ресейден әкелген импорт. Сондықтан әрине бензиннің бағасын ұстап тұруға болмайды. Ол мүмкін емес. Ал бензин өссе, онда мультипликативтік бір сайман бар. Сондықтан бензин өссе, автоматикалық тұрғыда басқа да тауарларының бағалары өсіп кетеді.